56 мыңнан астам алматылық жүргізуші автокөлік салығын төлемеген. Оның жалпы сомасы 3 миллиард 800 миллион теңгеге жуық. Қалалық мемлекеттік кірістер департаменті осылай дейді. Айта кету керек, темір тұлпар үшін салықты 1 сәуірге дейін өтеу қажет. Мәселен, осы көктемде 2024 жылдың салығы төленуі тиіс, және ол өткен жылдың айлық есептік көрсеткішпен есептеледі. Елімізде көлік салығының мөлшері автокөліктің қозғалтқыш көлемі мен тіркеу жылына байланысты. Әртүрлі санаттағы көлік құралдары үшін салық сомасы 3692 теңгеден 738400 теңгеге дейін өзгереді. Егер астыңыздағы темір тұлпар үшін қанша салық төлеу қажет екен білгіңіз келсе, е-салық азамат қосымшасы арқылы есептеуге болады. Егер уақытылы төленбеген салығыңыз болса, банктік есеп шоттары бұғатталады дейді жауаптылар. Айта кету керек, салықты көліктің иесі тұрғылықты жері бойынша төленуі қажет. Салықты мерзімінде төлемеген жағдайда күнделікті айыппұл есептелінеді. Одан кейін мәжбүрлеп өндіріп алу салық органдарына міндеттелген. Нақты айта кететін болсақ, бірінші кезекте хабарлама жіберіледі уақытында төлемеген салық төлеушілерге. Одан кейінгі салық бұйрығы шығарылады.